Біздің оқиға заңсыз жерасты құмар ойындары өтетін орынның бетпердесі болған күмәнді ломбардтан басталады. Осы жерге қара киінген жұмбақ Дра кіріп келеді. Ол үстелге көне сағатты қояды. Дүкен иесі оның неге әлі жүріп тұрғанын түсінбей үлгермей жатып, сағат уақыт бомбасы секілді жарылып, сатушыны қосала кетеді. Бұл Дракстың алдын ала ойластырған ойыны еді. Дракстың бетперде киген тобы бірден басып кіріп, күзетшілерді бейтараптандырып, жерасты клубын талқандайды. Дра қорқып қалған менеджерді ұстап алып, ақша әлдеқашан басқа жаққа жіберілді дегеніне сенбей, шындықты айтқызу үшін оның екі құлағын атып тастайды. Ақыры менеджер шыдап тұра алмай, оларды ақшаға толы құпия бөлмеге алып барады. Дракстың адамдары $20 миллион тез арада сөмкелерге салып алады. Шығарда Дракс өзінің шын бейнесін көрсетеді. Бір серіктесі ішіндегілердің бәрін қырып салуға қарсы болғанда, Дракс еш ойланбастан бөлмеге граната лақтырып, орынды жермен жексен етіп, барлық ізді жояды. Көп ұзамай олар бастықтары Роудспен кездеседі. Ол бәріне көзден таса болуды бұйырады. Жаңа ұшқыш ақшамен ұшып шығады. Бірақ ұшағы дауылға тап болып, қаңырап бос жатқан қарлы мұзды аймаққа құлайды. Оқиға 5 ай алға жылжиды. Харан есімді ер адам мұз үстінде балық аулап жүріп, сұмдық көрініске тап болады. Мұздың арасынан адам қолы шығып тұр. Бұл қаза тапқан ұшқыш еді. Харан жақын маңнан су бетіне шыққан чемоданды тауып, ашып қарағанда аң-таң қалады, іші толған ақша. Ол судың астында жатқан құлаған ұшақты да көреді. Харан олжасын шатырына тасып әкеледі. Келесі күні таңертең көлдің кіреберісінде үндіс ұлтынан шыққан табиғат қорғаушы Энни жұқа мұзға байланысты туристерді өткізбеуге қасарысып тұр. Шериф туристік табысты алға тартып, оны райынан қайтармақ болады. Бірақ Энни туристердің көлігінің дөңгелегін бұғаттап, ақыры шериф оларды кері қайтаруға мәжбүр болады. Шериф Энниге жергілікті тұрғын Джеттің көмегіне баруды сұрайды. Оның жүк көлігі көл үстінде батпаққа батып қалған екен. Энни жолға шығады. Сол сәтте Дра бұрынғы серіктесі Пенді тауып алады. Қазір Пен отбасы бар, тыныш өмір сүріп жүрген әке. Дра чемоданға орнатылған бақылау құрылғысы көлден белгі беріп жатқанын, яғни $20 миллион сол жерде екенін айтады. Оларда сүңгуір жабдықтары бар, ал Пеннің жергілікті жерді жақсы білетіні керек. Пен мұз ергенше бар болғаны 10 сағат қалғанын ескертеді. Кенет бақылау сигналы қозғала бастайды. Біреу ақшаны тауып алған. Энни Джетке жетіп, оның көлігі батпаққа батып тұрғанын көреді. Осы кезде оларға қарай Харан жақындап келеді. Энни Хараннан балық аулау рұқсатын сұрап, құралдарын тексереді, ақшасы толы чемоданды тауып алады. Харан оны мұз астынан таптым дейді. Бірақ Энни сенбей, оны кісендейді де, чемодан мен күдікті туралы шерифке хабарласады. Дәл сол сәтте Драның тобы жетіп келеді. Дра қаруын кезеп, Энниден өз мүлкін талап етеді. Бір ғана чемодан табылғанын көрген соң, қалған ақшаның қайда екенін сұрап, Энниге мылтығын тақайды. Оны қорғау үшін Харан Драға атылып, Джет қылмыскерлерге оқ жаудырады. Қарулы қақтығыс басталады, бірақ Сирена Джетті атып жібереді. Энни қашып кетпек болады. Алайда көлігі Джеттің жүк көлігіне байланып қалған екен. Харан арқанды тез шешіп, олар зымырап кетеді. Сирена олардың көлігіне секіріп мінеді, бірақ Харан оны итеріп түсіреді. Өкінішке қарай, чемодан да көліктен түсіп кетіп, мұзды жарып суға кетеді, ақша жан-жаққа шашылады. Жолда Харан мұз астында құлаған ұшақта ақшаның қалған бөлігі болуы мүмкін екенін айтады. Энни қылмыскерлердің тоқтамайтынын түсініп, шерифке қоңырау шалады, бірақ көлігі жұқа мұздың дәл ортасында өшіп қалады. Харан оны кісеннен босатуды өтінеді. Олар арқан байлап, қауіпті жұқа мұзбен жаяу өтпек болады. Драның тобы Эннидің көлігін тауып, оларды алыстан көреді. Қуып жетпек болғанда, олардың көлігі мұзға батып, тез суға кетеді. Әупірімдеп Элис есімді серіктестерін құтқарып қалады. Сол кезде тағы бір серіктес Декс қар шаңғысымен жетіп келеді. Дра Декске Харан мен Энниді қууға бұйырады. Ал қалғандары қауіпсіз жолмен айналып өтеді. Харан Энниді жағалаудағы шатырына қарай бастайды, бірақ өте жұқа мұзға тап болады. Олар жүгіріп өтіп, әрең дегенде жағалауға жетеді. Харан шатырынан садақ, жебелер және аюға арналған қақпандарды алады. Энни оның отбасының суретін байқайды. Декс қар шаңғысымен қуып жетеді, бірақ Харан орнатқан бірнеше қақпанға түсіп, аударылып қалады. Декс қаруына ұмтылғанда Харан оны жебемен атып түсіреді. Өлімге апарар айқас басталып, мұз жарылып, Харан мұздай суға құлайды. Декс оған оқ атады, бірақ Харан мұздың астымен жүзіп өтіп, астынан тұтқиылдан шабуыл жасап, тағы бір жебемен жаралайды. Декс қайта атуға дайындалғанда, Энни артынан бас салып, оның мойнын аю қақпанымен қысып қалады. Энни Харанды судан тез тартып шығарып, екеуі қашып кетеді. Дракстың тобы мұз үстінен Декстің өлі денесін табады. Оның сүйіктісі Сирена ашуға булығып, кек алуға ант етеді. Энни Харанды көзге түспейтін оңаша үңгірге бастап барады. Бірақ суықтан Харанның жағдайы барған сайын нашарлай түседі. Ал Сирена оларды оқтың астына алады.
Энни қар үстіндегі іздерді байқап, Харанды таяз жылға арнасына түсіреді. Жергілікті тұрғын Пен қуғынды жалғастырып келеді. Бірақ қалың орманның ішінде оларды тоқтатып, бұл жердің қасиетті емдік шеңбері орналасқан, әрі аюлар мекендейтін аймақ екенін ескертеді. Алайда ешкім тыңдамайды да, Сирена аю қақпанына түсіп қалады. Қалғандары оған көмектесуге ұмтылған сәтте, Энни мен Харан үңгірлерге сытылып кетеді. Дракстың тобы Сиренаны қақпаннан шығарып алып, ауыр жараланған аяғын емдеу үшін жақын маңдағы шағын үйшікке аялдайды. Үңгір ішінде Энни от жағып, Хараннан әйелін іздеп жүргенін сұрайды. Харан оның қайтыс болғанын айтып, басынан өткен қайғысын бөліседі. Ол Ауғанстанда жүргенде, олар қызынан айырылған. Елге оралғанда әйелі суып, күйзеліске түсіп, ақыры өмірден өткен. Энни оның жары жергілікті үндіс тайпасынан болғанын біліп, кінә сезімінен арылуға көмектесетін тазарту рәсімі туралы айтады. Осы кезде үйшікке Роудс келіп жетеді. Дра бәрі бақылауда екенін айтады. Роудс Сиренаны жұбатып, Дикстің кегін қайтаратынын уәде етеді, Элистің оларды тонауды жоспарлағанын әшкерелейді. Роудс Элисті пышақпен өлтіріп, келесі кезекте табиғат қорғаушы мен аңшыны өлтіретінін мәлімдейді. Келесі таңертең Энни мен Харан үңгірден шыққанда, Оз есімді ер адам жолдарын бөгейді. Энни оны таниды. Оз оны шетке шығарып алып, қауымдастық Харанды оның жиені, Харанның әйелі алдап әкетіп, өліміне себепкер болды деп санайтынын айтады. Харан ашумен мұны жоққа шығарады. Энни араша түсіп, алдымен қылмыскерлерден аман қалу керегін айтады. Энни мен бір қауымнан болған Оз көмектесуге келіседі. Оз оларды көлге апарып, мұз астында жиналған өте жарылғыш метан газын көрсетеді. Ол Энниді форма кигенін бетіне басып, халқын сатып кетті деп мазақтайды. Бірақ Энни өз жерінде, халқында қорғап жүргенін айтып, өзін ақтайды. Кейін Харан Озбен сөйлесіп, ұшақтағы ақшаны тайпаға беріп, қауымдық аурухана салуды ұсынады. Бірақ Оз мұны кешірімді сатып алмақ болды деп ашуланады. Осы сәтте шериф келіп көмек келе жатқанын айтып, таңғаларлығы Энни оған ешқашан айтпаған ұшақтың орнын талап етеді. Шериф Энниді шетке шығарып, өзіне уәде етілген 5 сыйақыны бөлісіп пайда табуды ұсынады. Энни бас тартқанда, шериф қаруын шығарып, оны Харанмен бірге көлігіне күштеп отырғызып, Роудсқа тапсыруға дайындалады. Харан шерифке ұшаққа апара алатынын айтып, ішінде гипстрекері бар сөмкесін ұсынады. Шериф қолын салған сәтте, Харан алдын ала қойған аю қақпанына түсіп, көлік қатты аударылады. Мұны көрген Роудс пен оның тобы солай қарай бет алады. Харан мен Энни көліктен шығады, бірақ шериф сыртқа шығып, оқ жаудыра бастайды. Харан оны райынан қайтаруға тырысқанымен, Сиренаның оғы шерифке тиеді. Харан дереу шерифтің қаруын алып, оны атып тастайды. Сол мезетте Дра Харанды атып жаралайды. Роудс Пенге Энниді өлтіруді бұйырады. Алайда енді әке атанған Пен зорлықтан бас тартады. Ашуға булыққан Роудс Пенді атып тастайды. Өлер алдында Пен шақпағын жағып, оны мұз астындағы метанға лақтырады. Айналаны алапат от шарпып, Роудс тірідей жанып кетеді. Харан оттан аман шығып, Энниді іздеп сандалады. Әлі тірі қалған Дра Энниді тұтқындап, ұшаққа апаруды талап етіп қорқытады. Қорқыту үшін Эннидің сол құлағын атып, оң құлағын атуға оқталады. Бірақ Энни босанып шығады. Харан Драға тап береді. Алайда ол Харанды басып түседі. Энни қайта араласып, Драға артынан шабуылдайды. Харан сыртқа жүгіріп шығады. Бірақ Дра оны қайта қуып жетіп, тағы шабуыл жасайды. Дра Харанды өлтіргелі тұрған сәтте, Энни тағы да оны құтқарады. Арпалыс кезінде, Харан сынған ескекпен Драны мойнынан сұғып алып, мұз үстіне тебеді. Дра мұзды жарып, мұздай көлге батып кетеді. Келесі күндері Харан Энни тайпасының тазарту рәсіміне дайындалу үшін көлде жалғыз қалып, ораза ұстайды. Рәсім барысында ол марқұм әйелінің аян бейнесін көріп, өзін кешіруді меңзегендей болады. Харан көз жасына ерік беріп, оны жіберіп, ішіндегі ауыр кінә сезімінен арылды. Бірнеше күннен соң Энни Озға полиция ұшақты Харан болған жерде тапқанын, бірақ 20 миллионның тек 4 миллионы ғана табылғанын айтады. Оз таңданыстан есінен танып қала жаздайды. Сол кезде Энни Харан қалған ақшаны полициядан бұрын алып, Озға және тайпаға жаңа қауымдық аурухана салу үшін бергенін түсінеді. Фильм Эннидің көл жағасында Харанға қонаққа келуімен аяқталады. Ол Харанның кішкентай қызын балық аулауға үйретіп жатқанын көреді. Екеуі де бастан кешкен ауыр сынақтардан кейін жан тыныштығын табады.